Кеш жарық сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер тренингке. Бұл желілі маркетингте бастаушы дистрибьюторлерге арналған тренинг. Тренингіміздің жарнамада жазылғандай бірінші аптасы 3 сабақ, тегін сабақ болады. Бәрі записьте болады, ашық түрде осы группада тыңдап алсалар болады. Екінші кейінгі бөлім ендігі аптадан жаңағы ақылы болады. Ол сабақтың тренингтің бағдарламасы бірінші 3 сабақ. Бұл менің өзімнің 20 жыл осы желілі маркетингте тәжірибемнен келіп шыққан сабақтар. Кейінгі болатын ақылы сабақтар ол осы желілі маркетингте миллиондаған адамдар үлкен табысқа жеткен. Сол табысқа жеткен адамдардың тәжірибесінің жиынтысынан келіп шыққан сол тренингтер. Енді ол тренингті мен ойлап таппадым. Оған ақылымда жетпейді, бірақ біздің ақылым жетті, соны практикада қолдануға. Бізге бір уақытта сол әдістерді, сол сабақтарды берді, тренингтерді. Енді соның арасында мен өзімнің тәжірибеммен де бөлісем. Сол үшін ойлаймын, бұл осы тренингке қатысқандарға міне қазір бірінші рет емес, бірінші рет қатысып жатқан адамдар бар. Осы сабақта алған білімдерді қолданып көптеген адам табысқа жеткен. Мен ойлаймын, сол осы сабақтарды іс жүзінде қолданып, практикада қолданған адам, әрбір адам өзінің алдына қойған мақсатына жете алады, табысты бола алады. Енді бірінші рет қатысып жатқан адамдар болса, мен қысқаша өзім таныстырып кетейін. Атым Қонысбай, 26 жасымнан өзіме жұмыс істеймін, бизнес саласындамын. Негізі мамандығым инженер гидротехник, бірақ өз мамандығымда тек 3,5 жыл ғана жұмыс істегенмін. Себебі бірінші жалақымды алғанда мен соны түсіндім, сол жалақыға бәріміз білеміз, жақсы өмір сүру деген жоқ. Сол үшін бірінші мүмкіндік болғанда мен сол 26 жасымда бизнеске айналысып бастадым. Бизнесте үлкен ақшалар таптым, үлкен банкротта болған жағдайым болды. Одан бір уақыттары осы желілі маркетинг жайлы естіп, мен желілі маркетингке әртүрлі себеппен келеміз. Бізді шақырады, үгіттейді, яғни уговорить етеді. Қандай презентация өтеді, маркетинг өтеді, бірақ маған ешкім шақырған жоқ, ешкім ештеңе түсіндірген жоқ. Мен өзім келдім деп айтсам болады. Себебі мен сол бизнесте жүргенде көптеген стресс жағдайлар болды. Содан денсаулығымда өте ауыр жағдай болған кезде маған мүлде танымайтын адам осы биодобавкілерді ұсынған. Мен ол кезде биодобавкінің не екенін білмеймін, сетевой маркетинг деген не екенін білмеймін, бірақ маған сол қажет болды. Сондай денсаулығын тіктеу, мен алып қолдандым. Содан жақсы нәтиже алдым. Солай жүргенде мен осы желілі маркетингте жақсы табысқа жетіп жатқан адамдардың тарихын естіп, сол маған қызықты болды. Өзім маркетингтен үйреніп бастадым. Және менің түсінгенім, себебі мен 15 жыл дәстүрлі медицинада, традиционный медицинада, Москва, Украина, Ташкент, бәр жерде сол түрлі емдерді алып, үлкен ақшалар жұмсап, денсаулығым төмендеген болса, мына жерде азғантай ақшаға денсаулығым тіктегеннен кейін мен түсіндім, бұл жерде бір осындай жақсы өнімді бір желі құрған кезде, тұрақты тұтынушылар желісін құрған кезде, бұл жерде тоқтамай келіп тұратын ақшалар бар екенін біліп, сол бір кезде де мен де осыны бастаған 20 жылдың ар жағында. Сол бастаған кезде көптеген адам сияқты менде сондай ойлар болды. Бұл біз бірінші көрген кезде бұны механизмін көреміз де жеңіл деп ойлаймыз. Себебі ойлаймыз, барлық адам дені сау болғысы келеді, барлық адам бай болғысы келеді. Сол адамдарға тек айтып түсіндірсем болды, адамдар келе береді. Сондай оңай деп. Сондай оймен мен 3 жыл оқусыз, білімсіз, желілі маркетингтің ешқандай оқуына қатыспай, білімсіз 3 жыл жұмыс істеп, 3 жылда менде орта дәрежеге жеттім, үлкен желі құрдым, бірақ желіде бір адам жоқ жұмыс істейтін менен басқа. Сол кезде мен түсіндім, мен бір заттар дұрыс емес деп жүргенімді, сол оқудың қажет екенін түсіндім, соған 3 жыл жойттым, сол оқудың қажет екенін білем дегенше. Сол кезде осыдан мен 2000 километр ұзақта Өзбекстанда тұрғам. Содан осы Алматы қаласына келіп, 2000 километрден келіп, осы сабақтарды алып үйреніп, сол сабақты алған шетелден келіп оқытты, осы системаны үйретті бізге. Соны іс жүзінде қолданып, кейінгі 3 жылда біз сондай система құрдық командамен. Біздің барымыз, жоғымыз білінбейді, сол жұмыс жүре беретін сондай жағдайға келдік. Біз өзіміз үйренген зат басқаға үйреттік, оның лектор дайындадық. Қаласа бұл үлкен механизм.
соны жолға қойған кезде бізде сондай нәтиже болды. Әрқашан өсіп тұратын товарооборот өсіп тұрады. Демек, әрқашан өсіп тұратын доход. Тіпті сол 2009 жылы Өзбекстанда бір себептерге байланысты сол сетевой маркетинг тоқтап қалды, біздің компания жауып қалды. Соған қарамастан біз 10 жыл жұмыс жасамай сондай тұрып жүрген уақытымыз болды. Сонда да сол бұрынғы құрған желіден 10 жыл бойы бізге ақша келіп тұр. Содан осы неде өткен жылы мен осы клуб жайлы ақпарат естідім. Бірінші көптеген адам сияқты мен де дұрыс емес түсіндірген шығар, қабылдамадым. Екінші адам айтты, үшінші адам айтқанда мен ойланып бастадым, өзім хабарласып, бұл қандай нәрсе, қолайсыз зат емес пе, тағы бірдеңе. Сіз үйреніп көрің деп. Содан мен оны да өзім үйрендім, бір айдан көп зерттеп, осы клуб системасын таңдадым. Енді клуб системасы жайлы жақын сабақтарда айтылып жатыр ғой. Бүгін біздің темамыз табыс психологиясы деп айтылады. Әрбір бизнеске келген адам, осы желілі маркетингте болсын, барлық адам табысты болғанды қалайды. Ешбір адам мен сәтсіздікке ұшырағым келеді, өмірде ешбір адам мен сәтсіз адам болу керек. Бәрі табыс. Нәтижеде көріп жатқандықтан практика жүзінде тек белгілі санаулы ғана процент адам табысқа жетеді өмірде, тұрмыста. Желілі маркетингте, дәстүрлі желілі маркетингте 1%-ке дейін. Оған 95% адам табысқа жетіспейді. Оның әртүрлі себебі бар. Енді ол бизнестің өзінің қиыншылықтары. Біріншіден, екіншіден, бірден себеп бұл жерде білім жоқтың себебінен. Бүгін ол тренингте сол ең қажет білімдерді үйренеміз. Осы білімдерді сіз үйреніп, өзіңізге игеріп, практикада қолданып, егер соны өз желіңізге, структура, командаңызға осыны оқытып үйретіп бастасаңыз, сізде да неңіз бизнесіңіз жақсы ілгерілейді алда. Сол үшін тыңдап, записте болады, каналда тұрады запис, конспект жасап, оны жазып алғаныңыз мақұл. Енді біріншіден біз табысты болғымыз келсе, біз табыс деген не, табысты адам деген не, солдай бізде түсінік болу керек. Көз алдымызда сондай табысты адамның несі көрінісі болу керек та. Біз бірдеңеге ұмтылуымыз керек қой, дұрыс па? Бірдеңеге ұмтылу үшін біз соны білуіміз керек. Қайда баратырмыз біз, не затқа баратырмыз, болашақта не боламыз, кім боламыз біз. Егер сол бізде соның көрінісі, соның планы болмаса, біз ол жаққа жетісуіміз қиын болады. Сол үшін мына сабақта бүгін сол табыс деген не деген кезде әртүрлі адам, мысалы мыңдаған түсінік айтады. Табыс деген бір жетіскендікке жетісу, мақсатқа жетісу, бір әрекеттің нәтижесі болса, сол табыс деп айтылады. Сондай деп ойлаймыз. Негізі сол көп деген жағдайда біз табысты немен байланыстырамыз? Табыс финанс, ақшаға байланыстырамыз, дұрыс па? Сосын көп деген адам ойлайды, мен болды, сол мен ақшаға жетсем болды, мен үлкен табысты адам боламын деп ойлайды. Осы бизнесті бастағанда менде де сондай ой болған. Мен бизнесте сондай қатты шаршаған, енді неше жылдан бері традиционный бизнес өте қиын, ол демалыс жоқ, даже сенің ауруға да уақытың жоқ. Бір күн тоқтап қалсаң, ақша келмей қалады, бір апта болса, уже бизнесің құлайды. Бір ай болса, жоқ болсаң, уже бизнес жоқ болып кетеді. Ол үшін тынбай стресстер, әртүрлі банкрот жағдай, тағы басқа жағдай, сондайдан шаршағаннан мен осы сетевой маркетингке келгенде ойлағанмын, сол осындай ақшаға жетіп аламын, мен болды, ақшаға жетіп алғаннан кейін болды, басқа ештеңе істемеймін, мен сол демаламын деп. Бизнестен шаршағанда сол тек осы мен бизнеске келген себебім үш себеп болса, соның біріншісі ақша табу, екіншісі, үшіншісі де ақша табу үшін келгенмін. Бірақ осы жұмыспен айналысып, осы сетевой маркетингпен айналысып бастаған кезде, оның басқа жақтарын көріп, үйреніп, зерттеп, бұл жерде тек қана ақша емес, басқа да маңызды заттар бар екенін көргенмін. Сол үшін енді бүгінгі сабағымыз, тренингіміз мынандай не болады? Сұрақ жауаппен, мысалы сіздер де сол қосылып, бірге активный араласып отырсаңыз, мысалы қандай деп ойлайсыз? Табысты адам деп қандай адамды айтамыз біз? Табысты өмір, табысты тұрмыс, табысты адам. Осы бизнес келгенде бірінші финансты айттық, жарайды, ақша керек. Тағы не болу керек бізде табысты адамда? Тек қана біз мына тұрмыста білеміз, түрлі адамдар бар бизнес әлемінде, ақшасы бар, бірақ ол бір бақытсыз болған адамдарды білеміз да. Табысты деп айтуға болмайды.
тағы да не қажет деп ойлаймыз. Ойлар болса микрофонда қосып айта берсеңіздер болады. Табысы қолжетімді болса, финансовая независимость. Дұрыс айттыңыз, финансты айттық, ақша бар, жетеді. Енді ақшаны былай есептеу керек та, мысалға, әртүрлі адам үшін әртүрлі не бар. Мысалға, бір адам үшін $5.000 жетеді деп ойлайды, біреуге 10 мың, біреуге 100 мың доллар да жетпейді. Сол үшін әркім бұл жерде өзіңізге бір мақсат қой, ол соны мақсат қылып белгілеп, маған мынандай ақша келіп тұрса болды. Ол өзгеруі мүмкін уақыттың өтуімен. Қазіргі жағдайда қанша? Егер соны сол 100% болады да, или 10 балл. Сонда қазір сізде қанша? Демек, сол мақсатқа жету үшін соның үстінде жұмыс жасау керек. Финансының үстінде да, мысалға, ол демек, мына бизнесті дамыту керек. Болды, ол біріншіден қарап шықты. Ақшадан кейін тағы не керек бізге? Денсаулық керек. Ол өте дұрыс айтасыз. Денсаулық болмаса керек. Иә. Мысалға, $1 миллион деп, мысалға, $1 миллион үлкен ақша ғой, мысалға, $1 миллион болса, соның ана бір деген цифра, сол денсаулық. Ана бір деген цифра болмаса, ол қалғаның бәрі нөл да, себебі менде осындай бизнесте бір таныстарда болды. 31 декабрь айына 50 мың табысы. Ол бірнеше жыл алдым. Айына 50 мың табыс деді, 31 декабрь больницада күтіп алды. Бұлай тарихта да көп, үлкен миллионер, миллиардерлер болған, сол денсаулық болмағаннан сол дүниеден өтіп кеткендер. Дұрыс айтасыз. Өте керемет. Сол енді денсаулықты да өзіңізге қазір баға қоясыз. Мысалға 100 балл, немесе 10 балл, 100% денсаулық деп адам мына ол полный жағы күннің режимі бар, ол жағы мына физикалық жақтан барлық затқа несі бар да, сол көрсеткіштері сол неге тура келеді. Психикалық жақтан, барлық жақтан. Ол үшін не істеу керек? Оның үстінде де жұмыс жасаймыз. Мысалға, дені сау болу тоже еңбек талап етеді. Мысалы, қандайдыр жаңағы физикалық шынығулар болуы мүмкін, басқа бір деңгеймен шұғылданып, сол мына биодобавкін және бұл само собой пайдаланамыз ғой. Сондай денсаулығымызды күнде бір жаңағы уақыт бөліп ажыратып бір шынығу жасасақ, міндетті түрде обязательно денсаулық 100% болады. Екінші, ал не бар? Ақша бар, денсаулық бар. Тағы не керек? Жерде енді білім керек, білім мен ілім бірге жүреді дейді ғой. Өзіңіздің осы маманы болуыңыз керек жақсы. Ол үшін үйрену керек. Дұрыс, білім керек, мінекей. Бәріңіз білесіздер сіздер, просто соны ауызша айта беріңіз. Мысалы, міне білім керек. Әлбетте, өмірде біз осы біріншіден осы біз ісіміздің маманы болуымыз керек, білім. Не себеп? Себебі үлкен жетістікке жетісуіміз керек, сосын бірінші. Екінші, біз ізімізге ерген адамдарға сол жетістікке жетісуге мүмкіндік соны үйретіп білуіміз керек. Сол кезде біз бір табысты бола аламыз да, өзіміз жетіп алып, ізімізде адамдар жетіспесе, ол да бір қолайсыз жағдай болады. Ол екінші білімнің керегі, мысалға, басқа да білімдер керек бізге. Ал дені сау болу үшін оған да білім керек, дұрыс па? Оған үйренуіміз керек. Тағы басқа да тұрмыс өмір жайлы басқа көп білімдер, соның бәрі әрқашан біз оқып, үйреніп, өзіміздің үстімізде жұмыс істеп барып, сол адам табысты деп айта аламыз. Қазір сондай адамдар бар, жастары, мысалға, үлкен жаста, бірақ қазірдің күнінде сол өзінің үстінде жұмыс істейді, бизнес әлемінде. Тағы да не керек? Ақша бар, денсаулық бар, білім бар, жетеді бәрі. Тағы? Сіз образға кіріңдер, сізде осы 3 сағат бар. Тағы не керек? Енді оқу керек, кітап оқу керек. Жоқ, енді айтылды, дұрыс. Айтылды, ол айтылды. Білімнің ішіне кіріп кетті. Тағы не керек? Рухани байлық керек. Рухани байлық керек. Өте дұрыс, тұппа дұрыс. Бәрін сол жазып барсаңдар болады. Рухани байлық керек. Оның үстінде де жұмыс жасауымыз керек. Жаңағы бір кешеде бір неде сондай не болған, жаңағы бір деген цифраны алдық қой, денсаулық. Бір дегенді, мысалға, егер бізде миллион ақшалар болып, сол бірді адамгершілік деп алып бар ғой, сол адамда адамгершілік болмаса қалғаның бәрі нөл ғой, ол дұрыс па? Сол үшін дұрыс айтасыз, рухани байлық керек, оның үстінде жұмыс істейміз. Ал бізде бар мінекей. Ақша бар, денсаулық бар, жаңағы білім бар, рухани байлық бар. Тағы не керек?
ең басты бар ғой өмірде, білесіздер, соны жай мен айта берейін. Тағы не керек? Уақыт керек, уақыт. Уақыт, ақша болса уақыт болады ғой. Ақша, не үшін адамға ақша болады? Сіз жұмыстан бос болып, көбірек уақытыңыз болады. Уақытты ол ақша береді. Ал уақытыңыз да бар. Тағы не керек? Сіз сондай дәрежеге жеттіңіз, сіз болды ма, бақытты болдыңыз, басқа ештеңеңіз жоқ сіздің. Тек осы 4-5 сағат бар, басқа ештеңеңіз жоқ. Болды ма сол? Адамдар қайырымдылық жасау білу керек. Қайырымдылық жасаймыз. Ол да рухани байлыққа кіреді. Ал соның бәрін жасап жүрсіз, болған басқа ештеңеңіз жоқ. Сіз соны айтайық та сөйтіп. Сіз болды ма, бақытты болдыңыз ба, табысты болдыңыз ба, тағы не керек? Білесіздер ғой, семья керек па, шаңырақ керек па? Қой керек оны. Дұрыс мен сол. Негізгісін айтып отырмын. Ең керекті. Мына бәрі осы істі да, мысалы, осы жерде, мысалға, әйел адамдар көп жұмыс жасап жатқан. Не себеп? Мысалға, бәрі осы бала-шаға, жанұя, біз өзіміз үшін емес, мысалға, ер адамға тіпті бар ғой, оның семьясы болмаса ештеңе керек емес ер адамға. Мен талай көргенмін, соны білгенмін, сондай келіп сөйлесіп жатқан кезде, сөйлесіп сұраймын ғой, танысым шақырады, дистрибьютор алып келеді, танысып жатыр. Анау мен үйленген жоқпын, бойда 30-дарда қазір көп қой сондай. Ал семья, болды, мен білемін да, что ол бизнес жасамайды. Ода мотивация жоқ. Себебі ер адамның несі солай да психология. Сол үшін ал семьяда, мысалы, тыныштық, мынандай жақсы болу керек па? Сондай атмосфера да жақсы болу керек. Ол да оның үстінде біз жұмыс жасауымыз керек, дұрыс па? Тек қана бизнеске деміз, сол жаңағы ағзаларымызға уақыт ажыратып, әрқайсысымен басқа туысқандармен жақсы қарым-қатынаста болуымыз керек. Бұл тоже өте маңызды нәрсе. Кейде болады, бизнес деп, дәстүрлі бизнесте болғанда менде сондай жағдай болды. Адам балалы болды деген қатты үлкен қуаныш қой. Мен сол роддомнан сол 2 баламды алуға да менде уақытым болған жоқ. Ана жерде үлкен ақша, бұл тұр келісім бар, бармай қалсаң болмайды. Мен інілеріме таксиге ақша беріп, сондай 3-ші баламды енді өзім алдым, роддомнан шығарып, ол кезде банкрот едім. Көрдіңіз бе, қандай? Ана бизнесте да сондай да жағдайлар болады. Сол кезде мен енді көп ақша таптым, мен өзімді табысты болдым, енді білмеймін, айта алмаймын, бақытты болдым, бірақ өзімді не дейді мынандай, орысша айтқанда крутой дейді ғой, мынандай, өте маңызды адам сондай болып сезіп жүрдім да, бірақ көп таныс көп, дос көп, ақшаның бәрінен айырылған кезде біреуі де жоқ. Бұл ешқайсысына өкпелеу керек емес, ренжу, тұрмыс сондай. Тек 1-2 достым болды, арасында хабар алып тұратын, жағдайың қалай, жақсы ма, соның өзі де үлкен адамға не болады екен да, сол кезде білесің адамның қандай екен. Сол үшін тек қана ақша ол не алып келмейді, соны білуіміз керек. Енді дұрыс, жаңағылардың бәрі бар, тағы не керек? Ал семья бар, тыныш бәрі, ақша бар, образға кіріңді, басқа ешат жоқ. Қарым-қатынас керек. Дұрыс, қарым-қатынас керек. Ал не керек па сізге? Жаңағы, ал бір жұмыс керек па, қандай да бір? Бірдеңемен айналысуыңыз керек па, я ешсепмен айналыспай жүру керек па? Айтасыз, керек, әрине. Әлбетте бірдеңемен айналысу керек. Қазір бизнесте осындай бизнес трендерлер бар, үлкен енді шетелдің, мысалы Брайан Трейси, Уоррен Баффет деген жастары 70-80-нен асып кеткен. Қазірге дейін YouTube канал жүргізеді, кітап жазады. Сол жұмысы сол адамдарды оқытуға сол көмек береді. Мен сондай бір нені естігенмін тарихта, осы сетевой маркетингте бір компанияда үлкен жастағы бір кісі бар екен, үлкен жастағы. Және ол ең жоғары дәрежеге жетіскен, ақша бәрі жетеді. Енді 80-нен асқан дейді жастарды сол. Бірақ дейді, сол дейді, бәрібір дейді, тоқтамай адам шақырады, жаңағы презентация өтеді. Соның бір күндер бір жас біреу қызық болғанда, оған сұрағанда, сізде деген үлкен сондай дәрежеге жетістіңіз, сізде деген ақша структура үлкен. Сіз не себеп сол тағы осыны айтып аласыз десе, мен тағы да бір адам осы мүмкіндікті білгенін қалаймын деген. Себебі бұл ол өмірінде көрді, мен де 20 жылдың ішінде көрдім, бұл мүмкіндікті көріп, қанша адамдардың тұрмыста өмірлері өзгерді да, жаққа, біреу денсаулығын жақсылады. Мысалға, мен өзім онкологиядан жақсы болдым. Сондайдан өлім алдынан қайтқан адамдарды көрдік біз жаңағындай. Бала таба алмай жүреді, бала көтере алмай. Солар жақсы бала көтереді, бір ауру жаңағы не дейді, ауыр жағдайдан тұрып кетеді сондай. Сосын инсульт болғандар тұрып жатқандар бар, ДЦП-лар жақсы болып жатқандар. Бір деген
жақсы нәрсе ғой. Сосын қалай оны сен біліп отырып, оны айтпай отырады да. Көрдіңіз бе? Әне бұл сол жұмыс болады да адамға. Сол үшін міндетті түрде бізге өзіміз жақсы көретін жұмыс керек. Бірақ бірінші баста сөйтіп ойлаймыз, бірақ көпшілігіміз. Ана өмірден шаршап, мына жерде тек ана пассивный доходқа жетіп алайын, болды, мен демалам, қыдырам. Олай болмайды екен. Мен бұл дато сол бизнесті жақсы көріп кетесіз. Сіз енді осының жаңағы айтқандай осы жерде айтты ғой, сіз профессионалы, маманы, специалист болғаннан кейін сіз бұны адамдарға осы көбірек адамға көмек бергіңіз келетін болады. Жұмыс бар. Тағы не керек бізге жаңағы не дейді? Признание деген не дейді? Тән алыну дейді ма, не дейді қазақша? Признание. Признание керек па, керек емес па? Керек. Тұрмыста біз өзіміздің орнымыз, мысалы қазір бір үлкен бриллиант дәреже болдыңыз, ар жақ коронавирусқа барамыз да, мысалға. Сондай болған кезде біз жаңағы бір құрметіміз, басқа неміз болмаса, ол да бір қолайсыз жағдай болады да, ақшаның қызығы болмай қалды ондай кезде. Мен сондай жағдайларда көргенмін, үлкен жаңағы бірінші бизнесті бастап, үлкен дәрежеге жетіп, сондай лидерлер сол бір-бірімен келіспейді, сондай не жоқ, содан компаниядан кетіп тастап кетіп, ақша да қызықмай қалады екен адамға да. Сондай жаңағы қарым-қатынаста сол бар, бәрі бар да. Сол үшін біз бұл жерде қарым-қатынас құруды да жақсы білуіміз керек. Қандай кезде бізді қандай бізді құрмет қылған қалаймыз да, жаңағы біз тек ақшамыз үшін емес, ақшаңыз үшін құрмет қылатын болса, ол дәстүрлі бизнесте сондай болады. Басқа жерде, мына жерде біздің қанша адамға көбірек көмек бердік, қанша адамға соған қарап та білім бердік, көмектестік, ол параллельный структура, ол басқа қарамайды. Әне соған қарап, мына сіздің неңіз болады, үлкен құрметіңіз болады да, ол да мына неге байланысты, тоже профессионализм. Дұрыс па? Тағы қандай не керек? Мен ойлаймын, сол осылардың бәрі болса, по-моему, сол адам өзін табыстымын деп айта алады. Табыс деген нәрсе ол бір мақсатқа, бір жетқа жетісу емес, енді ол жетіскендік деп айтылады. Сол табысты бір істі аяқтады. Біз бәріміз де бұл өмірге келдік, оқу бітірдік, мысалы мектеп бітірдік, табысты мектеп бітірдік деп айта аламыз. Табысты оқу орнын бітірдік, диплом алдық. Қандай да бір конкурстарда бірдеңеге қатысып, ол жерде бір табысты болғандар, ол мүмкін олимпиадалар болады, оқуда, басқа жерде бар ғой, сондай. Сол бәрі бізде өмірде соны егер ойлап қарасаңыз, сол мектепті бітіру, оқуды бұл қанша еңбек талап етеді. Бір затты қайталай береміз. Бірақ ал дүниеде қанша адамдар бар қазір, сол не дейді, дамымаған мемлекеттер бар ғой, оқу білмейтін, қандай не. Соны бір ненің айтқан несін естігем, жаңағы Индияға барғанда сондай көріпті да, бір жігіт жаңағы кірпіш тасып жүргенде, кірпішті басына қойып алып, соны жақ тоқтатқан ғой соны. Сен жассың, мынау ауыр ғой жұмысың дейді, және оған аз ақша төлейді. Соны айтты, сен неге басқа жұмыс істемейсің десе, мен сауатым жоқ, оқусыз білмеймін деп айтады. Онда сен оқып алсаң болады, сен өмір бойы осындай ауыр жұмыста жүресің ғой, оқып алсаң бір жеңілдеу жұмыс істейсің десе, жаңағы қарап тұрып кетіп қалыпты жаңағы жігіт. Оқысы да келмейді да, ол өзгергенді қаламайды. Сол түсінеді ме? Сол үшін біз соны еске алуымыз керек та. Мына жерде де осы оқу, білім арқылы үлкен жетіскендікке жетіп, көп адамға көмек беруге болады. Сол үшін біз міндетті түрде бұл жерде табысты болғымыз келсе, біз сол оқып үйренуіміз керек, көбірек өзіміздің жаңағы кәсіби мамандығымызды арттырып баруымыз керек. Енді азғандай бізде картина пайда болды, не затқа ұмтылу, табысты болған кезде. Солардың үстінің бәрінен жұмыс жасап баруымыз керек. Әрқашан соны бал қойдыңыз, қазір бәрін жазып шығып дәптерге да. Мынада менде қазір мынанша бал, мынау бал, демек мен мынаның үстінде жұмыс істеймін, мынаның үстінде, бұл сізге жұмыстың планы болады. Солардың бәрін үстінде жұмыс жасап, жылдар бойы болған кезде, сол адам сіз өз мақсатыңызға соны жетісіп баруға болады. Және табыс деген бұл тоқтайтын нәрсе емес, процесс. Ары қарай біз өмірдің ақырына дейін сол үйреніп, сондай өзіміз дамып баруымыз керек та. Енді жаңағы біз бұл табысты не екенін білдік. Енді табысқа не зат бізде жаңағы әсер ететін, біз бұл жерде мысалға біз қазір әдістер үйренеміз, қалай адам шақыру, қалай адам сөйлесу, оның бәрі методика деп айтылады. Методика, әдістер деп айтылады. Әдістер, методика
тек 20% әсер етеді біздің табысымызға. 20% бар жоғы сіз жаңағы 100% бұл жаңағы енді үйреніп алып адам қалай шақыру 100% техника сөйлесу бәрін үйренгенмен ол тек қана 20% әсер етеді. Табысқа, бізге табыс болуымызға бізде 80% психологияға байланысты. 80% біздің психология. Психология дегенде психология біздің мына ой өрісіміз, пікірлеу тәрізі дейді ғой, сол ой өрісіміз сол психология деп айтылады, сол әсер етеді. Демек, ал енді психология ол қалай не болады? Көптеген адам осы бизнеске келеді, қазірде міне қанша адам осы группада отыр, жарнама беріліп жатыр, ал осындай сабақ болады, ештеңе де тұрмайды ғой сабақ. Сонда да көп адам келмейді, біреулер жаңағы оқудың маңызды екенін білмейді. Екіншіден, сол менің қолымнан келмейді деп ойлайды көбісі. Біз шақырған кезде де көп адам менің қолымнан келмейді деп ойлайды. Сол үшін осы 80%, ал енді біз психологиялық жақтан біз өзіміз соған дайын болуымыз керек. Қалай болады? Мысалы, психология неден құралады? Біз адам баласы, мысалға, өмірге келдік, біз бала кезде, мысалға, не деп айтады? Нәресте, баланы не деп айтады бірінші? Бәріңіз білесіз ғой, бірінші. Дүниеге келген нәрестені. Көп жерде айтылады сол зат. Періште деп айтыла ма, айтылмай ма? Періште деп айтыла ма? Періште де дұрыс қой, ол періште де адам дүниеге келдік, ода дене бар, жаңағы рух бар болғаны, ода сана сезім деген нәрсе жоқ пока да. Ол сана сезім неден қалыптасады? Ол жан жақтан оған күнде ақпарат, миллиард ақпарат. Бізде особенно мына біздің осы біздің халықта сондай дәстүр не бар, енді мен айтып кетуім керек, білгеннен кейін. Не қыламыз біз баланы? Бесікке байлап тастаймыз ба? Бесікке байлаймыз ғой, дұрыс па? Бесікке саламыз. Иә, бесікке саламыз, бөлейміз, бесікке бөлеп байлап тастаймыз оны. Ол қандай болған сигнал барды? Бұл дүниеде көп қимылдауға болмайды екен. Бұл дүние шектеулі дүние екен деген, ана психологиясына ол сол күннен бастап жазылып бастайды. Ол еркін физикалық жақтан да дамуы, оған психикалық жақтан дамуына уже кедергі қойылды. Одан кейін үлкейіп бастайды. Мынау болады, ойбай оны жасама, бұнан жасама, мынаны істеме. Күнде оған шектеу. Садикке барады, садикке барғанда шектеу, бұлай отыруың керек, анау қатарда жүруің керек, уақытында жатуың керек, анау қасықты мына қолыңа ұстауың керек. Тәртіптің бәріне үйретеді, енді бір жағынан жақсы болды, мына қоғамда жаңа нормально жүру үшін жақсы нәрсе. Мектепке бардыңда, мектепте тағы да осылай мынау қыздар ауылдарға айтады, ой, қыздарға ондай қылған болмайды, ұят болады, көрші не деп айтады, анау үй дейді. Сонымен шектеу қойылады. Соны мына ғалымдар анализ жасаған ғой, сонда бір иә деген сөзге бізге 17 жоқ деген жауап алады екенбіз да, бала кезімізде. Сол мына психикаға, біздің түпсанаға жазылып қалады. Содан адам, біз осы мына сетевға келгенде де сол тұрады. Қой, бұл болмайды, жасай алмаймыз, біздің қолдан келмейді деген. Көптеген адам сол үшін осындай жағдайдан келмейді. Менің қолымнан келмейді деп ойлайды. Не істеу керек енді? Одан біз тағы да біздің қоршаған орталық бізге әсер етеді. Жан жақтан бізге ақпарат келіп жатыр. Мысалға бізде телевидение бар, қазір мына қолымызда телефон, соның бәрінен жан жақтан түрлі ақпарат келіп жатыр. Телевизорды қойып жіберсеңіз, 100% кино, жаңалықтар, ақпарат, тағы басқа болсын, тіпті жаңағы айтылатын өлеңдердің ішінде де бар, негативный нәрсе айтылады. Қандай болады? Мысалға 80% негатив келіп жатыр. Кино айтайық. Сериалдар көрдік қой, дұрыс па? Бәріміз де көрдік сериал, қазір де көретіндер бар шығар. Көптеген мына кинода болады, кейіпкер болады ғой, ұнамды, жағымды, жағымсыз дейме, қалай деп айтады? Положительный, отрицательный. Кейіпкер болады ғой, дұрыс па? Ұнамды, ұнамсыз. Соның бай мен кедей болады көп жағдайда. Қайсысы ұнамды, қайсысы ұнамсыз? Кедей ұнамды болады. Кедей ұнамды болады. Бай не? Бай ұнамсыз болады. Отрицательный, да. Ол бір жексұрын болады да, қандай, сондай бір жаман адам болады да, бай не? Біз қандай адам болғымыз келеді? Жақсы адам болғымыз келеді. Жақсы болғымыз келеді. Осы бизнеске келемізде біз бай болғымыз келеді, бірақ ана түпсанада тұрыпты да, сен байып кетсең андай жаман жексұрын бір сондай бір жаман адам болып қаламыз деген ой бар да, сол ана біздер кіп тұрады, сол
мысалға сонымен бір Титаник деген киноны көрмеген адам жоқ шығар енді, бәріміз көрдік қой. Сол былай қарасаң махаббат туралы ұқсайды кино, бірақ сол киноны талқылаған бір лекция естідім, сосын бір кітапта да оқыдым да, сол действительно соны анық соны анализ жасап қойыпты. Мысалға дейді, жаңағы ана жігіт ол лотереядан ба бірдеңе ұтып алады, короче ештеңесі жоқ. Ол еркін да, еркін. Ана байлар анау ана жақта үй қалып жатыр, бірдеңесі қалып жатыр, сол анау постоянно соны ойлап ана не қылып жүрген. Анау ештеңесі жоқ, еркін. Сосын анау үшінші не дейді, вип каюта ма, сол жоғарыда отырады ғой. Сөйтсе ол жерде жаңағы адамдар бір жақсы емес адамдар отыр да ол жерде, не бірін жеп қояйын деп отқан адамдар. Бұл вообще ол көңіл көтеру деген нәрсе жоқ та ол жерде. Сосын ана қызға айтады ғой, жүр мен саған нағыз өмірді көрсетемін дейді. Сөйтеді да 3-ші класс палубаға түссе, ол жерде адамдар бақытты, билеп жатыр, бақытты. Сол кезде мынандай сигнал беріледі екен да адамға, түпсанаға сондай сигнал барып жатыр да. Міне, сен бақытты болғың келсе, кедейлердің арасында жүруің керек деген. Камераңызды өшіріп қойсаңыз. Рахмет. Солай ғой, сондай не барып жатыр да адамға. Енді камераңызды өшіріп қойсаңыз. Камера. Камераңызды өшіріп қоясыз ба? Өтініш. Рахмет. Сондай не барып жатыр да адамға. Сообщение, сигнал. Енді соңында не болады? Титаник суға кетіп жатқан кезде, ана байлар қандай жолмен болса да, ана біреудің баласын алады, ақша алады, лежбе тек қана сол өзінің жанын сақтап қалу үшін барлық затқа барады да. Сондай кедейлер тұр ана жерде, не дейді? Қаһармандықпен өлімді қарсы алып жатыр да. Ешқандай сол өзін құтқару деген нәрсе жоқ. Ал сол бір күндері мен сол үйге келгенде, сол сетевойда жүріп едім, сол бизнесте келіп, телевизор қойып жібердім, шаршап келгеннен бір кішкене демалайын деп. Как раз НТВ-дан сол Титаник жайлы документальный фильм болып жатқан екен. Сол жерде 6 түрлі версия дейді ғой, 6 түрлі несі бар екен, болжамда. Сол ешкім білмейді қазірге дейін. Негізі біледі ғой, оны айтпайды. 6 түрлі болжамды айтып жатыр да, ол айсбергке соққан болуы мүмкін, оған торпеда атқан болуы мүмкін, жарылыс болған болуы мүмкін, басқа кемемен соқтығысқан болуы мүмкін, түрлі жағдайды айтып жатыр. Сөйтіп айтады, сол бортовой журнал деген болады ол жерде. Ана қазіргі кемелерде, самолетте черный ящик дейді, бәрін жазып отырады. Сол жерде ана қолдан жазылған ғой, соны тауып алған. Содан тауып алса, сол боцман мынандай оның денесі табылмады, мынандай жерге уақытқа дейін адамдарға көмектесті. Старпом деген бар, жаңағы старший помощник капитаны, ол мынандай жерде мынандай әрекеттер жасап жүрді, оның денесі табылмады. Ол кетті да суға. Кейін капитан солай. Соның бір жерінде жазып қойған, мынандай уақытта капитан ана вип каютаға кіріп барады, сосын айтады, ханымдар, мырзалар, дейді, құтқаратын қайықта, дейді, бәр адамға орын жетіспейді, орындарыңызды қала беріңіз дейді. Сонда бірде-бір жаңа байлардың ішінде өзі шығып қалыпты да құтқарып. Сосын енді ана құтқарылып шыққан адамдардың арасында қараса, ер адамдардың ішінен тек байлардың, тек әйел адамдар мен жас балдары аман қалған да. Бірақ бірде-бір ер адам аман қалмады. Мына кедейлердің ішінде көп ер адамдар, сол ана әйел адамдар бала шағаға да қарамай, сол құтқарылып қалғанын айтып жатыр да. Негізі, егер ол киноны түсірген режиссер Джордж Камерон, сол егер мысалға сол киноны жаңағындай бар шындықты түсіргенде, ол банкрот болатын еді. Себебі ол кедей ғой, 80-90% адам дүниеде кедей болғаннан кейін жақпайды оларға ондай кино түсірген, шындықты көрсеткен. Сонымен сол кинода да сондай нәрсе бізге жіберіп тұрады. Егер енді біз сол бай болғымыз келген кезде, сол анау как предохранитель сияқты бар ғой, үйде автомат болады ғой, мынаны тоқ көбейіп кеткен кезде анау өзінен өзі атып кететін, тоқ өшіп қалады. Сол сияқты болып жұмыс жасайды. Сол үшін сол бізге кедергі болады. Байлық деген жаман деген. Негізі тарихты қарасаңыз, қазір көп қайырқоңдылық, көп жақсы істер сол байлар істейді, соны кедей емес. Сосын көп экономикалық дәрежесі жоғары мемлекеттерде қылмыс дегеннің өзі де аз болады екен. Статистика, мен қызығам, соларын оқып тұрамын.
чет елдерді қарасаңыз бірде бір забор решетка көрмейсіз Америкаларда. Бізде ғой бәр жер забор, камера, үйлерге, айны терезелерге де решетка қойып қоямыз. Сол кедейлік пен байлықтың айырмашылығы. Енді не істеуіміз керек? Біз келдік, осы психология бізде қалыптасып қалды. Ол қайдан қалыптасады? Міне біз қарап жатырмыз, бізде бірінші ақпарат келеді. Бұл ақпараттан бізде сенім система пайда болады. Біз өмір осындай екен деген сенім болады. Ол сенімге қарап бізде әдеттер пайда болады. Әдеттерден біздің мінезіміз қалыптасады, ал мінезіміз біздің тағдырымызға тікелей әсер етеді. Демек біздің тағдырымыз бұл біздің мінезімізге байланысты, мінезіміз біздің әдеттерімізге байланысты, әдеттеріміз біздің сенім система біздің тұрмыстан алған, өмірден алған ақпараттар. Мысалы, қазір әртүрлі адамдар бар дүниеде, мысалға қылмыс дүниесі дейді, мысалы, ұрылар бар да, ұры. Ол өмірі сондай ұрлықпен өткен, мысалға сол адамдар еш уақытта олар адал еңбек ету деген жоқ оларда. Түсінік. Олардың түсінігі ұрлау керек. Адам тонаушылар бар мысалға, қарақшылар, ол тонау керек болғаны, басқа нәрсе жоқ. Еш уақытта ол адам түзелмейді. Қанша жазаланғанмен еш уақытта түзелмейді да ол. Тек оның несіне сіңіп қалған сол. Өзгерте алмаймыз. Дұрыс па? Қайдан болды ол, не? Ол да өзіміздей адам. Ол жаңағы жас кезінде оған сол сенім система пайда болды. Сенім системаға байланысты да бәр нәрсе. Сол үшін енді бізде сенім системасы бәрі қалыптасып қалды. Біз бұны қалай өзгертеміз? Өзгертудің жолы сол. Демек біз қазір осы жерге келдік. Не себеп біз әрқашан кітап оқуымыз керек, осындай білім артырып баруымыз керек. Бізде әр күнде біздің істейтін шаруамыз енді бүгіннен бастап сенім системаны өзгерту керек. Сенім система қалай өзгереді? Ол ақпарат алғаннан. Біз күнде жаңа ақпарат ала беруіміз керек. Күнде жаңа ақпарат аламыз. Ол біздің әдеттерімізді пайда етеді. Әдеттер біздің сенім системасын пайда етеді. Одан әдеттен біздің мінезіміз қалыптасады. Мінезіміз біздің тағдырымызға әсер етеді. Мысалға, осы бизнесте көптеген, мен өзім мысалы осы жерге келгенде, маған сол бір уақыттар айтқанда, сен осындай тренинг өтесің, адамдарға сахнада сөйлейсің дегенде, мен өмірде ондай қолымнан келмейді деп ойлайтын едім. Себебі менде ондай қабілет жоқ. Мен келген кезде сол үшін мен осы бизнесте бірақ оқыту керегін білдім, ойладым. Мен өмірде оқыта алмаймын, себебі мен кәдімгі мына мереке бір тойларда тост беріп қалса, мына сөйлей алмай қаламын, тамағыма тығылып қалады бірдеңе. Спискін қарап, ең артында жасырып тұрам, маған қолыма микрофон бермегей, или тым жағдай келіп жатса, вообще сол кезде мен жоқпын ол жерде. Сондай болып жүретін адамым. Осы жерге келгенде, енді бірақ бір уақыт болды, соны мен өзім оқытпасам, үйретпесем, ешқандай табыс жоқ екенін біліп, негізі бұл жерде оның бәрін үйрететін система бар екен. Бір нөл болып келген адамды біз сондай система жараттық, қалай сахнаға шыққанын білмейді, тағы олар. Егер мына онлайн курстың өзін бір-екі жылдықта менде де қатты қорқыныш болды. Осы өтініш қылды, мен Өзбекстанда жұмыс жасаймын, маған ролик түсіріп жібердім. Қалай ролик түсіріп? Мен камераға сөйлеп көрмегенмін өмірде. Бір-екі сылтау айтып жүрдім, басқа болды, басқадан кейін енді үй алдым, кейін сондай үлкен дәрежеде не айтарымды білмей қалдым. Содан балдар көмектесті, қайта сұрақтарды берді, сұраққа жауап беру. Мен жаңағы эфирге шықтым. Сондай адамда осындай өзгеріс болады екен, соның бәрін жаңа ақпарат алып барғаннан кейін. Сол үшін психология солай өзгереді. Енді психологияның қандай қатты әсер ететін ғалымдар зерттеген, оны жәндіктерде, жануарларда мысалға сондай зерттеп көрген, оларда тез болады, ондай сенім системасы пайда болуы. Мысалға, шортан балық бар ғой, шортан деген балық бар, сонда эксперимент жасаған. Шортан балық басқа балықтардың кішкене шабақтарын жейді, жыртқыш балық қой. Соны аквариумға қояды да, сосын ортадан немен бөліп қояды, айна қояды ортасынан да. Сөйтіп жаңағы ар жағы бір ненің ішіндей болып көрінеді, сосын айнаның ар жағында терезе дей ма, не дейді, стеклоның ар жағында шабақтар. Мынау соған шабуыл жасайды, барып жаңағы терезеге соқтығады, ала алмайды жаңағы нені. Ала алмағаннан кейін ол тынышталады, қарамайтын болады, вообще олға жаққа қарамайтын болады. Сол кезде жаңағы ортада
бөліп тұрған нені алып тастайды, терезенің стеклоны алып тастаса, ана шабақтар оның жанында жүзіп жүреді, бірақ анау соған көңіл бөлмей сол аштан өліп кетеді. Тіпті мына неде ютубта видеолар бар. Мен бір жерде записьте бар еді, мен не қылса тауып алсам қоярым деп едім. Бүргелердің үстіне сондай эксперимент жасаған, бүрге өзі 3 метрге дейін секіреді екен. Бұларды жинайды да, лабораторияда бір ыдысқа салып қояды, банкіге. Үстіне қақпақ қойып қояды. Бірнеше күн өтеді, бірнеше күн өткеннен қақпақты ашса болған, секіре алмайды. 30 сантиметр болған, ар жақ жоқ. Сол лабораторияда зерттеп, одан кейінгі шыққан ұрпақтар да сол ұрпақтан беріледі екен. Уже олар 30 сантиметрден жоғарыға секіре алмайтын бүрге болып қалады. Ал мына циркта болады, басқа не пілдерді болады ғой, арқамен байлап қояды екен. Соны бір адам көріп қалады да, жаңағы цирктің қызметкерлеріне сөйлейді, ұрсат айтады. Сен не мынау дейді, арқамен байлап қойсыңдар, бұл қандай күшті жануар, қазір бұны үзіп кетсе ғой дейді, қандай адамды апатшылық келтіруі мүмкін. Сіз жаңағы пілге қарайтын жаңағы несі қызметкері цирктің айтады, жоқ дейді, бұл піл дейді, еш уақытта бұл нені үзбейді дейді, не себеп дейді. Ол себебі кішкене бала кезінде дейді, оны дейді, мынандай үлкен арқанмен, үлкен шынжырмен, қалың шынжырмен байлап қоямыз дейді. Ол дейді, бала кезінде соны дейді, жұлқынады дейді, бірнеше айлап жұлқынады, сосын бір күнде тынышталады дейді. Ана кішкене қозғалып, ана не жаңағы шынжыр аяғына тиген кезде ол дальше қозғалмайды, қимылдамайды, тоқтайды дейді. Сол кезде біз аламызда дейді, ол шынжырды алып тастап, оны жіп байлап қоямыз дейді. Ол піл дейді, еш уақытта өмірде дейді, ондай қабілет жоқ оны үзетін дейді. Көрдіңіз ба? Адамға да сол біздің түп санамызда сондай. Бала кезімізден бізге көптеген шектеу, анау болады, мынау болмайды, мынау болмайды, мынау болмайды. Сосын біз жаңағы жан-жақтан қысылып, сықылып не жүреміз. Сахнаға шығып сөйлей алмаймыз, адамдарға сөйлейтін болсақ, звондайтын болсақ, бірдеңе айтатын болсақ, ой, қысыламыз, тағы бір боламыз, сосын ойлаймыз, біз шектеу біздің басымызда тұтты да, өзіміздің психикада. Соның бәрін алып тастау керек. Алып тастап қалай? Осындай тренингке қатысамыз, басқа да нелер бар, кітап оқимыз, табысты адамдардың тарихын үйренеміз. Соның нәтижесінде ол бір күнде, бір айда, бір жылда болатын нәрсе емес, бірнеше жыл бойы, өмір бойы соның үстінде жұмыс істеп, біз өзіміздің адам жаратылыстан бізге барлық қабілет берілген. Сол қабілеттерді қолданып, ашып деген бар өзімізде барын. Сонымен біз әрбір адам табысты бола аламыз бұл дүниеде. Сол үшін тағы бір мысалмен келтіруге болады. Мысалға адамның, мен өткен бір сабақта да бір мысал қылып айтамын, қазір есіме түсіп жатыр. Адамның мына бізде енді жаңағы түрлі жақсы ой көп ойлаймыз ба, біз жаман ой көп ойлаймыз ба? Қайсысын көп ойлаймыз? Негатив, позитив. Көп деген жағдайда осы барлық адамда себебі бізге жан-жақтан позитивный бол деп айтады ғой, ол оңай емес. Ол позитивный болу үшін біз әрқашан сондай өзімізді позитивный, кітап оқу, тағы бірдеңемен оны қоректендіріп тұруымыз керек, азық беріп тұруымыз керек. Себебі болмаса дүниеде қазіргі заманда тіпті көп мынандай негатив жағдайда, сол үшін соны аулақ, содан позитив жақта болу үшін біз әрқашан сол жаңа ақпарат алып тұруымыз керек. Күнде қандай да видеолар бар, кітаптар оқып, басқа деген болмаса, бұл заманда қазір позитивный болып жүрген өзі оңай емес, қиын. Бизнесте сонымен қиын, басында қиын. Но бірақ бір сондай позитивменеге түсіп алдыңыз ба, әрбір де соны ұстап жүру керек біз. Оны былай салыстыруға болады да, мысалға бір ыдыста жаңағыдай сұйықтық бар да, мысалға түсі жаңағыдай не дейді, қара түсті да, қандай? Мысалы, қою қара шай демделген да, немесе кола, немесе кофе ыдыста тұрды да, сізде ыдыста. Сосын ол ыдысқа біз жаңадан ақпарат, позитивнейінен алған су құйғанмен тең да. Кішкене су құйсақ, оның түсі өзгере ме, өзгермей ме? Өзгереді. Көбірек су құйсақ қалай болады? Ол көбірек өзгереді, ағарып бастайды ол. Егер кранның астына қойып, танбай су ағызып қойсақ қалай болады ол? Прозрачный болады ғой, мөлдір болады. Тындырмай су ағызып қойсақ, мөлдір болады, түссіз болып қалады ол. Түп сананы солай деп түсінің да біз. Ал жан-жақтан бәрі бізге жаңағы ақпарат келе береді. Қара түстегі. Ал біз мына жақтан не дейді, суды құйып тұра беруіміз керек, мөлдір. Сонда біз мына позитивный болып жүре аламыз да.
Сол үшін енді түсіндік па, не себеп күнде кітап оқу керек, күнде өзіміздің үстімізде жұмыс істеуіміз керек, өсуіміз керек. Сол болмаған жағдайда өте қиын бұл бизнесте жаңағы табысқа. Сол үшін негізі оңай не жоқ. Мен осы бір шетелден келген, осы Алматыға келгенімде сондай бір тренингке қатыстым. Сол кісі айтты, үлкен осы желілі маркетингте үлкен табысқа жеткен адамдар ғой, миллионер болған уже. Дүние жүзінде 30 мемлекетте сол несі бар, структурасы болған адамдар. Солар енді сондай не айтты. Бұл бизнесте сіз ойлағаннан 10 есе қиын деді. Бұл бизнес сіз ойлағаннан 10 есе қиын деді. Бірақ бұл бизнесте деді, сіз жетісетін нәрсеңіз, алатын нәрсеңіз деді, сіз ойлағаннан 100 есе артық деді. Көрдіңіз ба? Сол үшін бұның бәрі еңбек талап етеді. Сол үшін еңбек етсең ерінбей деген мақалдарда бар ғой халқымызда. Сол үшін бұл сондай еңбек етсе барлық адамның қолынан келеді. Мен 20 жылдың ішінде көптеген адамдардың осы білімдерді қолданып, өзінің үстінде жұмыс жасап, қанша сәтсіздікке ұшыраса да тоқтамай, тынбастан әрекет жасап, үлкен табысты болған адамдарды көргенмін. Ол әртүрлі, ол жасқа да қарамайды, адамның білім сауатына, оның жаңағы не дейді, мына физикалық жақтан қандай жағдайда екеніне де қарамайды. Жаңағы мүгедектердің де сондай жетісіп жатқандарын көргенмін. Сол үшін мен сондай сеніммен айта аламын. Сіз осы жерде отырған бәріңіз, әрбіріңіз, осы жерде сіз бәріңіз қандай арман, мақсатпен келген болсаңыз, соның бәріне жете аласыз. Бәріңіз бриллиантта, коронованный бриллиантта боласыз уақыты келіп. Осы білімдерді пайдаланып. Сол мен сіздерге бәріңізге тілегім, сол не мақсат, не арман қойып келген болсаңыз, соның бәріне жетістікке тілектестік біліп қалдырамын. Бәріңізге үлкен сәттілік тілеймін.